Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бұлай бұйырса, мен өзімнің кезекті видеомды салып алып отырмын. Мына дүние жүзінде қазір дүрбелең жүріп жатыр. Мысалға неше түрлі соғыстар, неше түрлі жаңағындай жағдайлар болып жатыр. Енді біз өзіміздің Қазақстанның еліміздің тілеп отырамызға, әрине. Осы орайда айта кетейін деген нәрсем, құрметті қазақ елі, мына Қазақстанның өзінде ішімізде жаңағындай неше түрлі тәңіршілдер дейді, неше түрлі басқа нелерді ұстанушылар дейді, немесе атеисттер дейді. Сондайлар қазір шығып жатыр. Сондықтан ағайындар, мен айта кетейін дегенім, қазақ елі сонау 6-7 ғасырларда сол ислам діні келгеннен кейін қазақ даласында біз жалпы Қазақстан болып, қазақ елі болып, ислам дінін өзіміздің еркімізбен қабылдап, мұсылман мемлекет деп жариялаған халықпыз, мемлекетпіз. Қанша унитарлы демократиялық мемлекет дегенімізбен біздің 70-80% мұсылман болсан аламыз. Сондықтан Құдай бұйырса, біз мұсылманшылықтан қашпауымыз керекпіз, қайтпауымыз керекпіз. Өзімізге мықты болуымыз керекпіз. Сонда мысалға өзіміздің мүфтиятымыз бар, Құдайға шүкір. Қазақстан діни басқармасы бар. Және де орталық Азия өзі имам Ағзам Абу Ханифа мазхабын ұстанатын елміз. Құдайға шүкір. Сол айтайын дегенім, құрметті қазақ елі, енді Алла бұйырса, біз мұсылман мемлекет болатын болсақ, одан ешқандай да қашпау керек, қорықпау керек. Машалла, альхамдулилля деген сөздер айтылып жатса, ол тек жақсы болмаса жаман емес, тек сауапты нәрсе. Біз одан ешқашанда араб болып қалмаймыз, одан ешқашанда арабтың құлы болып қалмаймыз, Алланың құлы болып қала береміз. Осы орайда айтайын дегенім, құрметті қазақ елі, Құдай бұйырса, біз держава боламыз, Алла бұйырса. Жаңағы Сауд Арабиясынан, Біріккен Араб Әмірліктерінен ешқандай да кем өмір сүрмейтін боламыз. Құдай бұйырса, бізге мысалға, Алла бұйырса, қазағымыздың, өзіміздің әл ауқатымыз жақсы болады деп дұғада боламыз, және соған сенеміз, иншалла. Жалпы, мысалға, әрбір азаматымызға, мысалға, бала туса, баланың шотына $2000 аударылатындай болады, Құдай бұйырса. Содан кейін мына жаңадан үйленген, отау құрған азаматтарымызға бір үй немесе бір үйге тұрарлық жер, ақша берілетін болады, Құдай бұйырса, иншалла. Және мына біздің қыздарымыз шетелге ешқандай да сатылмайтын болады. Біздің қыздарымызды қоймай сатып аламыз дейтіндер болатын болса, сол Сауд Арабия сияқты, немесе мына жоқ дегенде мына Түркменстанның өзі қарамайсыздар. Түркменстанда мысалға, Түркменстанның өзінде, Түркменстан болсын, жаңағы Сауд Арабиясы болсын, оларда қыздарын алғысы келген адамдарға мемлекеттің қоржынына $20,000 берсін, содан кейін барып құда түсе берсе болады дейді. Сол сияқты Құдай бұйырса, бізде өзіміз мықты держава болуымыз керекпіз, және боламыз, иншалла. Ол үшін қазағымыз үйімшіл, тату-тәтті болу керек. Және де қазағымыз осы исламды мықты ұстануымыз керекпіз, ағайындар. Бізге ешқандай да жаңағындай біреуге еліктеудің қажеті жоқ. Алла бұйырса, бізде мықты боламыз. Осы видеомен сіздермен бөлісе кетейін деп ойлап отырмын. Тағы да айтылатын мәселелер көп, мәселелер емес, жоспарлар көп. Сондықтан Құдай бұйырса, алдағы видеоларында тағы да айтып сізбен бөлісемін. Алла бұйырса, басымыз аман, деніміз сау болсын. Ассаламағалейкум, құрметті қазақ елі.